Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Бүгінгі дәрісіміз халықаралық деңгейде еңбек қатынастарын құқықтық реттеу мәселелеріне арналады. Әлемдік еңбек нарығының дамуы, жаһандану, еңбек миграциясының артуы, шетелдік компаниялардың кеңеюі халықаралық еңбек құқығының маңыздылығын арттыра түсуде. Бүгін біз халықаралық еңбек құқығының мәні, негізгі принциптері, сондай-ақ алыс және жақын шетелдердегі еңбек қатынастарын құқықтық реттеу ерекшеліктерін қарастырамыз. Халықаралық еңбек құқығы бұл мемлекеттер арасындағы еңбек саласындағы қатынастарды, сондай-ақ жұмысшының негізгі құқықтарын халықаралық деңгейде реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы болып табылады. Ол екі деңгейде қалыптасады. Бірінші, халықаралық деңгей, яғни халықаралық ұйымдар қабылдайтын жалпыға ортақ шарттар мен конвенциялар болып табылады. Екінші, ұлттық деңгей, яғни мемлекеттердің ішкі еңбек заңнамалары жатады. Халықаралық еңбек құқығының негізгі мақсаты жұмысшылардың негізгі құқықтарын қорғау, еңбек жағдайларын жақсарту, әділетті және қауіпсіз еңбек ортасын қамтамасыз ету, еңбек құқықтарын халықаралық стандарттарға сәйкестендіру болып табылады. Халықаралық еңбек құқығы еңбек қатынастарын мемлекетаралық деңгейде реттейтін құқық саласы. Ол қызметкерлердің негізгі еңбек құқықтарын қорғауға, лайықты еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге және әлеуметтік әділеттілікті нығайтуға бағытталған. Халықаралық нормалар мен қағидалар жүйесін қамтиды. Бұл сала ұлттық заңнамалардың өзара ықпалдастығын арттырып, еңбек стандарттарын біріздендіруге ықпал етеді. Халықаралық еңбек құқығының негізгі қайнар көздерінің бірі халықаралық еңбек ұйымы. Бұл аталған ұйым 1919 жылы құрылып, еңбек саласындағы конвенциялар мен ұсынымдар қабылдау арқылы әлем елдерінде еңбек стандарттарының ортақ негізін қалыптастырады. Сонымен қатар, халықаралық еңбек қатынастары адам құқықтары саласындағы әмбебап құжаттармен, атап айтқанда, Біріккен ұлттар ұйымы аясында қабылданған актілермен де тығыз байланысты. Қазіргі жаһандану жағдайында еңбек қатынастары тек ұлттық шеңберде ғана емес, трансұлттық деңгейде де дамуда. Осыған байланысты алыс және жақын шетел мемлекеттеріндегі еңбекті құқықтық реттеу тәжірибесін зерттеу ерекше маңызға ие. Жақын шетелдер кеңестік құқықтық жүйенің ықпалын сақтағанымен, әрқайсысы өзіндік ұлттық ерекшеліктерге ие. Ал алыс шетел мемлекеттері еңбек құқығын реттеуде түрлі модельдерді қолданады. Яғни, әлеуметтік бағдарланған либералдық немесе аралас жүйелерді қалыптастырады. Аталған тақырыпты қарастыру халықаралық еңбек стандарттарының ұлттық заңнамаға әсерін, түрлі елдердегі еңбек құқықтарын қорғау тетіктерін және еңбек қатынастарын реттеудің заманауи үрдістерін түсінуге мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын жетілдіруде және халықаралық тәжірибені тиімді пайдалануда маңызды рөл атқарады. Халықаралық еңбек құқығының негізгі қайнар көздері: бірінші, халықаралық еңбек ұйымының конвенциялары мен ұсынымдары. Екінші, Біріккен ұлттар актілері. Үшінші, Еуропалық әлеуметтік хартия, яғни бұл еңбек құқықтарының еуропалық стандарты, яғни әлеуметтік және еңбек құқықтарын қорғауға бағытталған халықаралық шарт. Ол азаматтардың еңбек ету, әділ жалақы алу, қауіпсіз еңбек жағдайына ие болу, әлеуметтік қамсыздандыру және кәсіподақтарға бірігу құқықтарын бекітеді. Төртінші, аймақтық келісімдер және шарттар. Халықаралық еңбек құқығының негізгі қағидаттары: еңбек бостандығы және мәжбүрлі еңбекке тыйым салу, кемсітушілікке жол бермеу, ерлер мен әйелдерге тең құқық және тең жалақы, қауіпсіз және денсаулыққа зиянсыз еңбек жағдайлары, балалар еңбегін пайдалануға тыйым салу, кәсіптік одақтарға бірігу және ұжымдық келіссөздер жүргізу құқығы. Жетінші, әлеуметтік қорғау және әділ жалақы құқығы.
Яғни бұл қағидаттар барлық дамыған елдердің еңбек заңнамаларының негізіне айналған. Алыс шетелдерде еңбекті құқықтық реттеу ерекшеліктерін қарастырайық. Мысалы, Еуропалық одақтар, яғни бұлар Германия, Франция, Нидерландия тағы басқа елдерде. Еуропалық елдерде еңбек қатынастарын директивалары арқылы реттеледі. Яғни ерекшеліктері, бұлар қызметкер құқығын жоғары деңгейде қорғау, апталық жұмыс уақыты 48 сағаттан аспайды, міндетті ақылы демалыс 20 және 30 күн аралығында, әлеуметтік пакет кең дамыған, кәсіптік одақтардың рөлі өте жоғары, және жұмыс өмір теңгеріміне ерекше көңіл бөлінеді. Германияда ұжымдық келіссөздер жүйесі жақсы дамыған, ал Францияда жұмыс уақыты 35 сағаттық апта. Екінші, ақш-та еңбек құқығы еуропалық модельден өзгеше. Ал бұлардың ерекшеліктері: еңбек қатынастары көбіне жеке шарттармен реттеледі, қалаған сәтте жұмыстан босату қағидаты кең таралған, еңбек төменгі жалақы федералдық және штат деңгейінде белгіленеді, кәсіптік одақтарының ықпалы Еуропаға қарағанда төмен, жұмыс аптасы 40 сағат, бірақ қосымша жұмыс ақы 2 есе төленеді. Үшінші, Жапония және Оңтүстік Корея. Бұлардың ерекшеліктері: өмір бойы еңбек ету дәстүрі болғанымен, қазіргі таңда әлсіреп келеді. Яғни еңбек тәртібі қатал, корпорацияға адалдық жоғары бағаланады, жұмыс аптасы 40 сағат, артық жұмыс мәдениеті кең таралған. Қауіпсіздік стандарттары жоғары. Енді жақын шетелдерде, яғни еңбекті құқықтық реттеу ерекшеліктері. Мысалы, Ресей Федерациясы еңбек кодексі халықаралық стандарттарға жақын, жұмыс аптасы 40 сағат, әлеуметтік пакет заңмен реттелген, кәсіптік одақтар бар, бірақ Еуропаға қарағанда ықпалы әлсіз, жалақы және еңбек миграциясы мәселелері өзекті болып келеді. Екінші, Беларусияны алып көрейік. Еңбек қатынастары қатты реттелген, мерзімді еңбек шарттары жиі қолданылады, еңбек тәртібі қатаң, мемлекеттік сектордың үлесі жоғары. Келесі Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстан. Бұл елдер халықаралық еңбек ұйымының конвенцияларын көпшілігі ратификацияланған, жалақы төмен және еңбек миграциясы жоғары. Еңбек қатынастары көбіне ауыл шаруашылығы және қызмет көрсету секторына тән келеді. Қауіпсіз еңбек жағдайларына қатысты мәселелері әлі де өзекті болып отыр. Төртінші, Евразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі еңбек қатынастары. Яғни Қазақстан, Ресей, Беларусия, Қырғызстан және Армения арасында еңбек күшінің еркін қозғалысы қамтамасыз етілген. Ерекшеліктері: мүше елдер азаматтарына жұмыс істеуге рұқсатсыз еңбек етуге мүмкіндік береді. Әлеуметтік сақтандырудың бір тұтас жүйесі жоқ, бірақ зейнетақы құқықтарын өзара тану туралы келісімдер бар. Еңбек мигранттары балаларын мектепке, балабақшаға еркін орналастыра алады. Халықаралық стандарттарды ұлттық заңнамаға енгізу. Бұл көптеген елдер халықаралық еңбек ұйымының конвенцияларын ратификациялау арқылы өздерінің еңбек заңдарын жетілдіріп отырады. Халықаралық стандарттың әсері мына бағыттарда көрініс табады. Бірінші, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау. Екінші, әйелдер мен ерлер тең құқықтары. Үшінші, балалар еңбегіне тыйым салу. Төртінші, әлеуметтік қорғау жүйесін дамыту. Бесінші, әділ жалақы және еңбек уақыты нормаларын белгілеу. Жаһандану жағдайындағы еңбек құқығының дамуы бұл еңбек миграциясының артуы, қашықтықтан жұмыс істеудің кеңеюі, цифрлық платформалардағы еңбектердің және тағы басқалардың бастамалары болып келеді. Енді бұл тақырыпты қорытындылай келе, халықаралық еңбек құқығы жаһандану жағдайында мемлекеттер арасындағы еңбек қатынастарын үйлестіруге және қызметкерлердің негізгі құқықтарын қорғауға бағытталған маңызды құқық саласы. Ол еңбек ету еркіндігі,
әділ еңбекақы, қауіпсіз еңбек жағдайы, кәсіподақтарға бірігу және әлеуметтік қамсыздандыру сияқты іргелі қағидаларды бекітеді. Бұл нормалардың қалыптасуында халықаралық еңбек ұйымы шешуші роль атқарады. Себебі оның конвенциялары мен ұсынымдары халықаралық еңбек стандарттарының негізін құрайды. Алыс және жақын шетелдердегі еңбекті құқықтық реттеу тәжірибесі әртүрлі құқықтық модельдерге сүйенеді. Жақын шетелдерде еңбек заңнамасы көбіне кодификацияланған және мемлекет тарапынан реттеу басым сипатқа ие болады. Ал алыс шетел мемлекеттерінде еңбек қатынастарын реттеуде әлеуметтік әріптестік, ұжымдық шарттар және сот тәжірибесі маңызды орын алады. Мысалы, Еуропа елдерінде әлеуметтік құқықтардың дамуына қайта қаралған Еуропалық әлеуметтік хартия үлкен ықпал етеді. Әртүрлі мемлекеттердің тәжірибесін салыстыру, халықаралық стандарттардың ұлттық құқыққа енгізілу ерекшеліктерін, еңбек қатынастарын реттеудің тиімді тетіктерін және қызметкерлерді әлеуметтік қорғаудың заманауи бағыттарын айқындауға мүмкіндік береді. Қорыта айтқанда, халықаралық еңбек құқығы ұлттық еңбек заңнамаларын жетілдіруге, әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз етуге және еңбек саласындағы құқықтық кепілдіктерді нығайтуға ықпал етеді. Алыс және жақын шетелдердің тәжірибесін зерделеу Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын дамытуда және оны халықаралық стандарттарға сәйкестендіруде маңызды мәнге ие болып келеді.